Капитан Джек лақап атты мысық осыдан бірнеше ай бұрын Гамильтондағы жануарларға арналған үйге тап болады. Оны белсенділер тауып алған екен, қалаға рейд жүргізіп жатқан кездерінде. Дәрігердің тексерісінен кейін кішкентай мысықты церебеллярды гипоплазиядан зардап шегетіні белгілі болады. Өзінің нашар қозғалуына қарамастан мысықтың денсаулығы өте жақсы, өзі тектес мысықтардан ештеңеден қалмайды десек те болады. Жануарлар үйінде мысықты ішінде жылы жамылғысы бар бөлек вольерге орналастырып қояды. Бірақ кішкентай мысыққа басқалардың тарапынан көрсетілетін жылушық жетіспейді. Белсенділердің әр қайсысы оның қасынан өте бергенде мысық өзінің табанының көтеретін, менімен ойнашы дегендей. Алайда еріктілердің шаруасы бастан асарлық болып, бұл мысыққа көңіл бөлуге уақытта жетпейтін. Өйткені онда бұдан да басқа мысықтар жетерлік, оларды тамақтандырып, жуындырып отыру қажет. Сонымен қатар барлық жануарларды мейірімді адамдарға беру қажет, ал бұл оңай шаруа емес. Сонда да құтқарушылар мысықтың өтінішіне бей-жай қарай алмады. Олар мысықты бейнеге түсіріп алып, әлеуметтік желіге салады. Сүйкімді мысық бірден көптеген желі қолданушыларының көңілінен шығып, келесі күні өзіне жаңа иелер табады. Қазіргі таңда капитан Джек өзінен махаббаттарын аямайтын жаңа егелермен бірге тұрады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар.